Қазақстан футболының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-ке қосылып, футболды тамашала. Армысыздар, құрметті достар, назарларыңызда футболдан Қазақстан премьер-лигасы соңғы тур. Бүгін Q-лига арнасында соңғы тур аясында Қайсар Тобыл арасындағы матчты тамашалайтын боламыз. Бұл матчта комментаторлық қызмет атқаратын мен Абылайхан Палмағанбет, Қызылорда қаласындағы Ғани Мұратбаев атындағы стадионда бүгін Қазақстан премьер-лигасының кезекті маусымын бірге аяқтайтын боламыз. Бекітілген ереже бойынша премьер-лига ойындарының соңғы турында тең есеп тіркеліп қалар немесе жеңіліп қалып жатса, онда Тобыл үздікшілікке кіріп кету мүмкіндігі болады. Бірақ ол үшін дәл осы Қайсарды жеңу керек. Былтырғы маусымда 7-ші орынмен аяқтаған бұл команда қазір Тобыл шабуылы Қайсар қонақта Тобылды жеңіп кеткенін ескерсек, бүгін өте керемет мүмкіндік және гол құрметті. Василий Совпель Қайсардың жеңісін айтып отырғанымызда естіп қойған. 28-ші минутында Совпель гол соқты. Василий Совпель алғашқы минуттардан алаңға бекер шықпағанын дәлелдегендей, қазір өзге ойындарға әрі қарай тоқталсақ, Астана өз алаңында жетісуды алғашқы тайм нәтижесі бойынша 4-0 есебімен тас-талқан етіп отыруда. Қазір Тобыл жігіттерінің шабуылы және бұрыштама Стефан Сикач өте керемет ойнаған көріп тұрсыздар. Ордабасы Елімай арасындағы матчта да шымкенттіктер Астананың қолында, бірақ әлі белгісіз. Совпель екінші ойын қатарынан дүлбіл автор атанды. Василий Совпель бүгінгі ойында екінші голды соқты және соңғы екі турда 4 гол соқты. Қуаныш Қалмұратов қазір команда келесі маусымда дәл осы қос клубпен бірге Қазақстан премьер-лигасында ойнайды. Ал Қазақстан бірінші лигасын бір сәтте Айбар жақсы лақып. Айбар ашық қақпаға гол соға алмады, өкінішке орай. Егер гол соққаныңда жағдайыңды жақсарта түсетін еді ғой. Бас төрешімен көп ерексіп кетті. Қазір сол үшін жазаланып қалмаса болар еді. Бұрыштама қонақтар бұл бұрыштаманы орындайды. Қақпаға бағытталған соққы, бірақ Стефан Сикач бұл допқа тосқауыл бола білді. Роман Асранқұлов қауіпті стандартты соққы. Қазір көрейік. Чесноков қақпаға бағытталған соққы және өте биік кетті, өте биік. Үздік бомбардир атануға жақын, араға 15 жыл салып Қазақстан азаматы үздік бомбардир атануға жақын. Қазір мына бір сәтте жоқ, бұл пенальти әлі нақты емес. Бас төреші Айдын Пақсыбаев мырза шешім дегендей бас бармағымен негізеп қалды. Мына сәтте
негізі осы сұрақты бағана қойған едім. Қаншалықты әділетті бұл пенальти? Менің ойымша пенальти болмау керек. Иә, пенальти болмау керек. Қуаныш Қалдыратов симуляция жасаған үшін Чесноков неге сары қағазбен бұл маусымдағы соңғы рет допты ойынға қосуы. Матч аяқталды. Қайсар тобыл арасындағы ойында қызылордалықтар Василий Шовкинді қосқанның арқасында жеңіске жетті. Сөйтіп маусымда 8-ші орында аяқталды. Ал қазір турнирлік кестеде тобыл әзірге 5-ші сатыға жайғасты. Матчтар толыққанды аяқталмағанын ескеретін болсақ, бұл кесте өзгеруі мүмкін. Ал қызылордалық жігіттер соңғы 4 айдағы жалақысыз өткенін. Қазақстан футболының барлық матчын тікелей эфирде qfootball.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfootball.kz-ке қосылып, футболды тамашала.